Мен Дауылбаева Қандилі, Ақтау қаласынан келіп тұрмын. Маған 2015 жылы осы бауыр обыр деп диагноз қойды. Содан жеңіл емдермен бастап емделдім. 2018 жылы Алматы қаласында 3 рет химиоэмболизация алдым. Одан кейін ауылға қайтып келіп, Никсабар деген таблетканы ішуді ұсынды. Оны 5 айдай іштім. Сосын біраз демалғаннан кейін қайтадан тексеріліп, қайтадан қаралып, осы Нұр-Сұлтан қаласындағы больницаға келдім. Бұл жерде Нияз Бисенович деген дәрігерге кезіктім. Хирург, онколог хирург. Ол кісінің емін алдым. Микротолқынды операция жасады. 20 күні өте жақсы сәтті өтті. 2 сағаттан кейін тұрып кеттім. Ауылдан қалай келсем, сол күйінде мінекей 3-4 күнде жақсы болып, ауылыма қайтып кетіп бара жатырмын.